Қайырлы күн, менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баялдыдан жасалған осындай ыстық тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге керек заттар: баялды, тартылған ет, қызанақ, сәбіз, пияз және тәтті бұрыш. Баялдымызды аламыз, екі жағын кесіп тастаймыз және ұзыннан бір кесеміз. Одан кейін ортасынан тағы бір кесеміз. Бір бөлігін алып, үстінен түбіне дейін кеспейміз, үстінен осылай кесіп шығамыз. Мен осылай кесіп дайындап алдым барлығын. Сізде осылай болып шығу керек. Мінекей осылай дайындап аламыз. Содан кейін қызанағымызды алып, үстінен крестик кесіп, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Қабығын алуға оңай болады. Қабығын алып тастаймыз. Содан кейін қалған көкөністерімізді ұсақтап, көбіктеп турап аламыз. Сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Осылай дайындап аламыз барлығын. Содан кейін жаңағы дайын болған баялдымызды алып, араларына осылай тартылған етті салып шығамыз. Осылай барлығын. Мінекей осылай шығу керек сіздерде. Мен осылай дайындап алдым ма? Мінекей. Содан кейін табамызды қыздырып, үстіне майымызды құямыз. Майды қайнатып, үстінен ұсақ уақталған пиязымызды салып, қуырып аламыз 1-2 минут. Содан кейін үстіне қалған жаңағы тәтті бұрыш пен сәбізімізді де 1-2 минут қуырып аламыз, жақсылап араластырамыз. Ең соңында қызанағымызды салып, оны да 1-2 минут қыздырып аламыз, қуырып аламыз яғни. Содан кейін қапағын жауып, 1-2 минут өткеннен кейін бір ас қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Бұны да 1-2 минут қуырып аламыз. Содан кейін жаңағы дайын тұрған баялдыларымызды алып, осылай текшелеп саламыз. Бәрін текшелеп салғаннан кейін ыстық суымызды құйып, үстіне тұз, түрлі дәмдеуіштерді талғамымызға қарай салуға болады. Суды толтырып қоймаймыз. Мен орташа құйдым. Және де баяу отта 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Осылай қақпағын жабамыз. Осылай мінекей өте дәмді болып шығады. 20-25 минут өткеннен кейін тамағымыз дайын болды. Мінекей енді дәмін көреміз қазір. Тарелкеге салып, осындай болып шығады. Өте дәмді, сорпасы да мол, нан батырып жеуге де болады. Жасап көріңіз міндетті түрде. Сіздерге менің тамағым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар, достар.